Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздерге мысықтың қаншалықты пайдасы бар екендігі туралы айтып кететін боламын. Каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк баса кетіңіз. Мысықтың денсаулыққа пайдасы ол орасан зор екен. Жүрек талмасына шалдыққан науқас мысықты бірнеше минут сипаса, оның қан қысымы қалпына келеді дейді. Мысықты біз жалқау, ұйқыбас деп сөге көрмеңіз. Себебі ол үйдегі жағымсыз энергиямен күресіп, үйдің атмосферасын тазартады екен. Қара түсті мысық өзге мысықтарға қарағанда адам бойындағы жағымсыз энергияны өзіне көбірек сіңіріп алады екен. Ал ақ түсті мысық адамның жүйке жүйесіне оң әсерін тигізеді екен. Мысықтың мауығы демалу кезінде шығаратын дыбыс ультра дыбыспен емдеумен бірдей екен. Оның дыбысы жараның жазылуы, сүйектің өсіп жетілуіне әсер етеді екен. Мысық адамның өзіне деген махаббатын, мейірімін сезінсе ғана емдеу ісіне кіріседі екен. Мұртты үй жануар емдеуге күштеп көндіру мүмкін емес. Өмір бойы үйінде мысық ұстаған адамдар мысықты асырамайтын адамдарға қарағанда 10 жыл артық өмір сүретіні дәлелденген екен.